Бұл мереке 14 наурыз күні тойланады. Наурыз қазақ халқының ең көне әрі ең маңызды мерекелерінің бірі. Бұл мереке көктемнің келуін, табиғаттың жаңаруын білдіреді. Наурыз күні күн мен түн теңеледі. Қазақ халқы бұл күнді ұлыстың ұлы күні деп ерекше құрметпен атап өтеді. Адамдар бір-біріне ақ тілектер айтып, жаңа жылды қуанышпен қарсы алады. Наурыз мерекесіне дейін қазақ халқы амал мерекесін, яғни көрісу күнін атап өтеді. Бұл мереке 14 наурыз күні тойланады. Бұл күні адамдар бір-бірімен көрісіп, қол алысып, амандасады. Ағайын туыс, көрші қолаң бір-бірінің үйіне барып, амандық сұрасады. Наурыз мерекесінде адамдар үйлерін тазалап, дастархан жайып, қонақ күтеді. Үлкендер бата беріп, жастар үлкендерге құрмет көрсетеді. Бұл мерекеде ұлттық тағамдар дайындалады. Ең басты тағам наурыз көже. Наурыз көже 7 түрлі дәмнен жасалады. Сонымен қатар бауырсақ, қазы, ет тағамдары қойылады. Наурыз мерекесінде адамдар ұлттық киімдер киеді. Ұлттық киімдер қазақ халқының салт дәстүрін көрсетеді. Мереке кезінде түрлі ұлттық ойындар мен сайыстар өткізіледі. Арқан тарту, қазақша күрес, асық ату сияқты ойындар ойналады. Ән сал, билейік. Жастар ән айтып, би билеп, өнер көрсетеді. Наурыз адамдарды достыққа, бірлікке және жақсылыққа шақыратын мейрам. Сондықтан бұл мереке әрқашан қуаныш пен берекеге толы болады.